Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге тауықты қаймақты соуста қалай дайындайтынымды көрсетемін. Алдымен бізге осындай тауықтың төс еті керек, және де пияз. Етімізді жақсылап жуып, соломка ретінде орташа қылып турап шығамыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және алда әлі талай ең оңай әрі дәмді болып шығатын рецепттермен бөлісетін боламын. Ал пиязымызды ортасынан бөліп, жұқалап, осындай полукольцами турап шығамыз. Енді табамызды алып, пешіміздің астын жағып, кішкене қыздырып, содан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Үстіне тауығымызды саламыз. Жақсы етіп араластырып, қуырып аламыз. Мына тауығымызды жақсы етіп осындай сарғыш түске енгенше қуырып алдым. Жоғары отта міндетті түрде енді үстіне пиязымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да қуырамыз. Бұны уже орташадан сәл жоғары отқа қойдым. Менде 9-дың 6-сына қойдым. Үстіне қаймағымызды саламыз. Мен 3 ас қасық салдым. Және де майлылығы менде 20% болды. Осылай жақсылап араластырып, астын кішкене басып қоямыз. Енді үстіне кішкене сүт қойып жібердім. Әйтпесе асты жабысып қалмау үшін. Енді осындай кішкене кремовый дейді ғой, сондай состоянияға келу үшін. Дәміне қарай тұзын және де осындай сушеный чесногын салдым. Бәрін жақсы етіп араластырып алып, бетін жауып, кішкене баяу отта бұқтырып аламыз. Соусымыз дайын болды. Енді бұны оттан алып тастаймыз. Ары қарай осындай гарнирімізді пісіретін боламыз. Мен қасына макароны, яғни рашки салатын боламын. Суға кішкене тұз салып, үстіне макаронымызды саламыз. Енді гарнирге өздеріңіздің қалауларыңызша картоптың пюресін немесе күрішті пісірсеңіздер де күшті шығады. Мен балалар макарон жақсы көретін болғандықтан макаронмен жасадым. Және осы макаронды пісіргенде мен міндетті түрде піскенді салқын суға саламын. Себебі піскеннен кейін артық қалғаны ісініп, жып-жұмсақ болып кетпеу үшін сондай лайфхакым бар. Сіздермен бөлісіп қояйын. Міне біздің қаймақты соусымыз тауық етімен дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын, өте жеңіл дайындалады. Егер екеуін бір уақытта пісіретін болсаңыз, 20 минуттай уақытыңыз ғана кетеді. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ас болсын.